Сәлем қыздар, бүгін сіздермен үй жағдайында корындок дайындаймыз. Ең алдымен клярын дайындаймыз. Бір жұмыртқаға сүт құйып араластырамыз. Татымына қарай тұз саламыз. Татымына қарай дәмдеуіштер қосамыз. Мен қызыл бұрыш пен паприка қостым. Енді ұн салып қою болғанша араластырамыз. Негізі корындок жүгері ұнымен жасалынады, бірақ үйде жүгері ұны болмағандықтан кәдімгі бидай ұнын қолдандым. Біздің клярымыз дайын, енді сосискемізді шпажкаға орнатып шығамыз. Егер табаңыз кішкентай болса, сосискиді ортасынан екіге бөліп жасауға да болады. Қыздар, менің видеом ұнап жатса, менің каналыма жазылып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Толық рецепті астына описанияға қалдырам. Біздің сосискіміз дайын болды. Енді майымызды қыздырып қоямыз. Дайын болған клярға сосискімізді батырып, панировочный сухариге бір аунатып аламыз. Қызып тұрған майымызға екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Майды бір қыздырғаннан кейін астын баяу отқа қою қажет. Біздің корындоктар дайын болды. Дайын корындокты майонезбен немесе кетчуппен дастарханға ұсынуға болады. Ас болсын.